Кен Сейфуль, омбы лагерь. Зарлы азап вагонда барлық жолдастармен бірге қатқан қалдықтарды қаршып келеміз. Ал жаңағы вагондар қары тыйылмайды. Іштегі барлығы дерлік сол қатқан қалдықтарды қаршып келеді. Нанды 2-3 күнде бір-ақ береді. Оның өзі жапасына бір тілдей ғана. Судың өзін жеткіліксіз қылып береді. Тұтқындардың көздері үңірейі бірте-бірте салып қалып, денеден жұқа әрі қабыстай болып тері жабысты. Ал қол мен бетке мүлдем су тимейтін болды. Тек таңертең түзге шыққанда барлығы асып-сасып, қолдарын, беттерін қармен сады. Вагонның ішінен тас көмірдей қап-қара болып шыққан бет пен қол қармен сқан соң азырақ дағын алады. Вагонның ішінде суыққа, аштыққа кірген аурулар тым көп еді. Вагон көп тұрып, аз жүреді. Ал ішіндегі Панкратов болса, ауруын жасырып, үндемей жатушы. Сабырлы да байыпты кісі болатын. Ол кешікпей-ақ мойын бұрды. Алайда көп қиналып ауырып өлді. Тұтқындардың көбісі қаймыққан үстіне қаймақты. Итшілеп 1-2 күн нан көрмейді. Тіпті суда жоқ, аян жүріспен жүріп келеміз. Тұтқындардың бәрі аш қомаштай бөкшейді. Көздің оты азайды. Сослайша біз де омбының лагеріне де жеттік. Барақтардың бәрі толған тұтқындар, бәрі ауру, бәрі қу сүйекпен теріме жаралған. Бұл барақтар шайынды сулар мен еріп қатқан мұздарды ойып, шаналарға салып, қартасып жатты. Қартасушылар жиһангерлер соғысында тұтқынға түскен австриялықтар еді. Біз олармен сөйлесіп, келісіп, бұл лагерден бір жолада қашпақ болдық. Бірінші біз Жұмабайды жібердік. Ендігі кезек маған келді. Мен барлық жолдастармен бір жола қоштасып, шанаға етпедіммен жата қалдым. Үстімнен ауыр кесектермен бастырып, қармен көміп жатты. Бірақ олар менің өкпемді тұншықтырып жатса да, мен шыдадым.